Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге оңай әрі тез 15 минутта дайын болатын M&M's кәмпиттері қосылған печенье әзірлейміз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен сары майды ерітіп, үстінен қант қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін жұмыртқаларды салып, оны да жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Одан кейін разрыхитель, ванилин және шымдым тұзымызды салып, оны да араластырып аламыз. Какаоны салып, жақсылап араластырамыз. Қарап тұрсаңыздар, жасалу жолы өте оңай, тез дайын болады. Ең соңында ұнымызды салып, жұмсақ әдемі қамыр илейміз. Тым қатты қамыр илеудің қажеті жоқ, жұмсақ қамыр болса болғаны. Қарап тұрсаңыздар, өте әдемі, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын болды. Енді қамырымызды алып, аз-аздан алып, домалақ пішінге келтіріп, ыдысымызға саламыз. Бұл аралықта пешімізді 200 градусқа қыздырып қоямыз. Печеньеларымызды домалақтап болғаннан кейін үстінен сәл-сәл жаймендеп қолымызбен басып шығамыз. M&M's кәмпиттерін қалауыңыз бойынша салуыңыз мүмкін. Мен 3 данадан салдым. Дайын болған печеньеларды пешімізге жіберіп 8-10 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін сәл суытып, дастарханға ұсынамыз. M&M's қосылған печеньеларды ыстық сүтпен ішуді ұсынамын. Жақындарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.